Сайын Мұратбеков, жабайы алма. Тау бөктері тұтасқан жабайы алма болатын. Соғыс жылдары біз, жас балалар, қалың бөргезге қол аяғымызды қызыл ала, жосағып, жырғызып, ұзақты күнге алмадан алма таңдап, сол бөктерде тентіреп жүруші едік. Қышқылтым ақ алма тістегеніңде мұз шайнағандай қаршылдайтын. Сәлден кейін тісті қамап қалатын да, зарғақ сатып бастырмай тастайтын. Сонда да жейтінбіз. Тапшылықта, қабысқан қарында алмамен болса да, істелеп жұбату керек. Ішіміз көгеріп, ауырсына ыңқылдап жататын кезіміз де көп еді. Қоңыр самал соғатын, ит мұрын, қарақат, бөргездердің неше алуан исан қитын. Бірақ ақ алманың, жабайы алманың қымыз иісі бәрінен де ерекше еді. Қай жағыңа қарасаң да, бұтақтары сынып кетердей боп иіліп, көзді арбаған ақ алмасы қасып тұратын. Тістеріміз жарқырап, қашыр-қашыр шайнайтынбыз. Кешке қарай өрістен қайтқан малмен бірге алма толы бір-бір дорба қоржындарымызды арқылап, біз де ауылға бет алатынбыз. Ауылдың желке тұсына жеткенде, жолымыздағы көлденең тұрған жалғыз түп үлкен алып алма ағашты айналып өтеміз. Ірі ақ алмалары жерге түсіп төгіліп жатады. Бірақ біз оған жолай алмаймыз. Өйткені бұралқы қара қаншық соның түбіндегі үңгірді мекендеп алған. Жылда күшіктейді де, бізді мүлде маңайлатпайды. Жақындап кетсек ақ, үңгір түбінен тістері сақылдап, ырылдап, зәре құтымызды қашырады. Қара қаншық жайында балалардың арасында рас өтірігі аралас, толып жатқан аңыз әңгімелер де бар. Кейде бірімізден біріміз білгішсініп, асып түсу үшін сол әңгімелерді жарыса айтатынбыз. Қара қаншықтың анасы қыран бүркіт пен құмай тазыдан туған жел құйын тұйғын екен. Кезінде бұл төңіректе жұртқан төрт аяқты аңнан аң қоймапты. Қолтығында қанаты болған көрінеді. Ал одан туған қара қаншықта соғысқа дейін атағы жер жарған тазы екен. Иесі бәсен соғысқа аттанып, әйелі Жайдар көрші аудандағы төркіндерінен көшіп кеткен соң қара қаншық далада қаңғып қалып қойған. Жайдар өзімен бірге әкетпек боп қанша әуреге түскенімен қара қаншық жат жерге баспай қойыпты. Тіпті бір жолы Жайдар әдейілі біздеп кеп, қаңғып жүрген қара қаншықты шақырып ап, алдына ыстық тамақ қойып, мойнынан құшақтап отырып жылап, кәдімгі адаммен сөйлескендей оған: "Мұның не көкінай-ау, менен неге қашасың? Не жамандығымды көрдің? Әлде көшкеніме қарсымысың? Бәсенім аман-есен қайтқан соң, әлі қайтып келеміз ғой бұл жаққа. Оған дейін бір жерде болайық та", деп назын айтыпты. Сөйтіп, жіппен байлап, жетектеп әкетіпті. Бірақ бірер айдан кейін қара қаншық үйренген жерінен қайта қашып келген екен. Иемденгісі келген үйлердің бірде-біріне жоламай, алып алма ағаштың түбіндегі ескі үңгірге барып паналапты. Өзі алма жеуді үйреніпті. Жылда жазда күшіктейді де, күшіктері бауырын көтерген кезде ауылдың үлкендері жиналып кеп, қара қаншықты бір шетке жасқап тастап, алдына ас құяды да, өздері бір-бір күшіктен үлесіп алып кетеді. Сөйтіп айналасы 2-3 жылдың ішінде ауылдағы иттердің тең жарымы қара қаншықтың тұқымы боп кетті. Ит жайын жақсы білетін байдалы шал айтыпты деген бір сөз бар. Осы қара қаншықтың көп күшіктерінің ішінен біреуі ғана тұқымына тартып, құмай боп тууы тиіс. Ал күшік дұрыс қолға тап келсе, жортқан аңды құр жібермейтін нағыз жел құйынның өзі болмақ. Біз алып алма ағаштың түбінен әрі-бері өткен сайын, көкінай, кә деп қара қаншықтың шын атын атап шақырамыз. Кейде ол үңгірден шығып тұмсығын көтеріп, біз жақтан жеткен әуені иіскеп қойып, құйрығын бұлғаңдатады. Ал кейде үңгірден тұмсығын бір қылт еткізеді де, қайтып көрінбей қояды. Бірде қара қаншық 3 күн қатарынан мүлде көрінген жоқ. Із-түссіз жоғалды. Біз балалар көкінайлап алма ағаштың түбінде қаншама шуылдасып шақырғанымызбен, үңгір жақтан еш дыбыс болмады. Ақыры біреулеріміз мүмкін өліп қалған шығар, екіншілеріміз мүмкін сағынған соң Жайдардың артынан іздеп кеткен шығар, десіп жорамалдар жасадық. Бірақ үңгірге жақындап, үңіліп қарауға еш қайсымыз батпадық. Ертеңіне таңертең алып алма ағаштың түбінен бөктерге қарай өріп бара жатқанымызда қара қаншық көзімізге оттай басылып ұшырай кетті. Алма жеп жүр екен, іші салбырап, бір түрлі аянышты бүрсектейді. "Әй, әнен қараңдар қара қаншықты, ой байқұс-ай тірі екен-ау, көкінай, кә. Бұл жолы қара қаншық дағдысынша әуені иіскеп қойып, құйрығын бұлғаңдатқан жоқ. Тістерін ақситып, сақ-сақ еткізіп ырылдап қойды. Ашулы тәрізді. "Байғұс ауру болу керек, бүрсектеуін
Жоқ, көрмейсің бе қарнын, емшектерін салақтауын. Осы дәуде болса күшіктеген сияқты. Раси, күшіктеген. Ура, қарағаншық күшіктепті. Биылғы күшігінің біреуін аламыз. Ура! Онан соң бәріміз жерге шөке түсіп отырағап, демдерімізді ішке тартып, тыңдай бастадық. Үңгір жақтан жас күшіктердің әлсіз ғана шиық-шиық қаңсылағандары естілді. Сол арада дереу үйден қалтамызға салып алып шыққан азын-аулақ нандарымызды жинап қарағаншыққа тастадық. Байғұс әбден ашыққан екен. Көзі қып-қызыл боп, ыр етіп нанды қомағайлана сайды. Бұл күн біз үшін мейрам болды. Төскейде алма теріп жүріп айтатын екі әңгімеміздің бірі қарағаншық төңірегінде. Соның соғыстан бұрынғы ел аузына тараған алғырлық даңқы жайлы, әрқайсымыздың үйіміздегі оның күшіктері туралы, олардың анасына тартқан кейбір ерек қылықтары туралы айтып таусалар емеспіз. Бірімізден біріміз асып түскіміз келеді. Байдалы шал айтқан Құмайы күшігі меніңше осы жолы туған болу керек дейді Сыпатай деген бала біліксініп. Өйткені 3 күн бойы көрінбей жатып күшіктеуі тегін емес. Ендеше мен өзім осы жолғы күшіктерінің ішінен таңдап алам. Мен де осы жолғы күшігінен алам. Онда естеріңде болсын, Құмайы болатын күшік өте нәзік, әлсіз боп туатын көрінеді. Өй, сен де соғады екенсің. Мен соғып тұрғам жоқ, со Байдалы шалдың айтқаны. Өйткені күшік нәзік, әлсіз болса, кейін желқұйын болуы оп-оңай. Өстіп дуылдасып жүріп кештің қалай түскенін де аңғармаппыз. Дорба, қоржындарымызды арқалап ауылға қайттық. Дәл алып алма ағашқа таяғанымызда алдымыздан шаң-шұң айғай, қыз баланың зар қағып жылағаны естілді. Жүгіре басып бәріміз жотаға көтерілдік. Алып алма ағаштың түбінде қолында көк шыбығы бар Сыпатайдың апасы Бөбітай Тоштан деген жетім қызды шырылдатып қуып жүрген. Тоштан біздерден бірер жас үлкен тұлдыр жетім қыз. Шешесі жағынан ағайындас болған соң Бөбітай оны қолына кіргізіп алған еді. Ертеден кешке дейін үй шаруасын істететін. Міне сол Тоштан қолында күрегі бар, зар еңіреп қашып жылап жүр. Апатай-ай, апатай, басқа не айтсаңыз да істейін, бірақ мұныңызды істей алмаймын, апатай, обал ғой, апатай деп жылайды. Мен саған көмдеймін, жаманғар, сүтті ішкізген, нанды жегізген сенсің, енді көмгәне, мынау тілімді аламай, жоқ па, деп көк шыбықпен қызды тартып қалады. Көмбеймін, апатай, көмбеймін, өлтірсеңіз де көмбеймін, деп Тоштан қолындағы күректі лақтырып тастады да, жаңағы біз келген бөктерге қарай шырқырап қаша жөнелді. Ұстаңдар анағарды, ұстаңдар, деді Бөбітай соңынан ұмтылып. Біз тегіс дорбаларымызды тастай сала Тоштанның артынан қуған болдық. Бірақ сирағы ұзын қыз жеткізсін бе, лезде қалың бөргездің арасына кіріп, адастырып кетті. Оны жер жебіріне жетіп, біраз қарғап сілеген Бөбітай алып алма ағаштың түбіне қайта оралып, әлгінде Тоштан лақтырып тастап кеткен күректі алды. Аңтарылып тұрған біздерге бүгін түсте қарағаншықтың есік ашық қалған кезде ауыл үйлеріне кіріп, бір қазан сүтті ішіп, бір табан нанды жеп кеткенін айтты. Және бүйте берсе кейін күшіктерінің бәрі ұрып өсіп, ауылға ұры иттер қаптап кетеді деді. Ондай болса мен ол қарағаншықтың өзін де өлтіремін, деп қоқиланды Сыпатай. Біз үңгірге жақын келіп үңіліп қарағанбыз. 5-6 жас күшік бір-біріне ұйлығып, ұмар-жұмар боп шиық-шиық қаңсылайды. Қарағаншық бұл маңайдан көрінбейді. Әдіре қалғыр, иесі жоқ қаншықтың күшіктей бергені қайбір жақсылық дейсің, деп кеп, Бөбітай үңгір аузын күрекпен опырып, ішіне қарай құлата бастады. Үстеріне ауыр-ауыр кесектер құлаған жас күшіктер, жылаған баладай баж-баж жаңқылдасып қыңсылайды. Бөбітай қарулай еледі. Алма ағаш түбінің лезде астаң-кестеңін шығарып, үңгірді жермен жексен қып бітеп тастады. Әуелде қатты қыңсылағандарымен күшіктердің үні де тез өшті. Біз балалар бір-бірімізге жаутаңдап қарағанымыз болмаса, осының бәрін бастан аяқ үнсіз бақыладық та тұрдық. Онан соң Бөбітайға еріп, шұбап ауылға қайттық. Ымырт үйіріліп қалған. Артымызға қайырылып қарай береміз. Әне, қарағаншық келді, деді бір бала сыбырлай сөйлеп. Алып алма ағаштың түбінде жер иіскелеп қарағаншық жүр екен. Бір-екі рет әлдекімді шақырғандай үріп қойды. Онан соң қыңсылады, жер тырмалап ұлыды. Ертеңіне таңертең тұра сап біз балалар алып алма ағаштың түбіне тартқанбыз. Әуелі алыстау тұрып, көкінай, кә-кә деп шақырып көрдік. Бірақ қарағаншық еш дыбыс бермеді. Көрінбеді де. Біз қорқақтай басып үңгірге таяп келдік. Кешегі Бөбітай көміп, тегістеп кеткен үңгір қайта қазылып, іштегі топырағы қобырап сыртқа шығып қапты. Жақын кеп үңілдік. Бірде-бір күшік көрінбеді.
Сірә қарағаншық әлі де болса күшіктерін басқа жаққа қазып әкеткен сияқты. Төңіректі тегіс шарлап, кешке дейін іздеп көрдік. Бірақ қарағаншықты да, оның өлі күшіктерін де таба алмадық. Қарағаншық сол күйі үшті-күйлі жоғалды. Біз біраз уақытқа дейін сөз қылып жүрдік те, кейін ұмыта бастадық. Алып алма ағаштың алмасы өзімізге қалды. Үйден шыға саламыз да, күні бойы соның түбінде боламыз. Алсық ойнаймыз. Онан қала берсе үңгірді кеңейтіп, түбіне сабан төсеп, үйшік жасаймыз. Күзге қарай алып алма ағаштың ақ алмасы сарғылданып, уылжып пісе бастады. Қанша жесең де тісіңді қармамайды. Дорбаға толтырып, үйге әкелгеніңше езіліп кетеді. Ортасынан тіліп, жіпке тізіп қақ жасаймыз. Ауыл балалары тегіс жиналып күнде тасимыз алманы. Аз күннің ішінде алма ағаштың алмасы тек биіктегі бұталарының ұшар бастарында ғана қалды. Состан қол жетпейді, сілкісең түспейді. Басқа алмалар сарғылдан піскенде, әлгі биіктегі алмалардың бір бүйірлері шиқандай боп қызарып, көздің жауын алады. Шіркіні-ай деп, аузымыздың суы құрып қызығамыз. Бір күні Сыпатай сол ұшар биіктегі қызыл алмаларды алам деп, тоқтау айтқанымызға бой бермей, алып алма ағаштың төбесіне өрмелеп шықты. Қызыл алмаларға жетіп, енді қол суза бергенде, аяғын тіреп тұрған бұтақ сынып кетіп, төмен қарай құлап түсті. Балалар шу ете қалдық. Жүгіріп жанына барсақ, көкпенбек боп, тыныстай алмай бөгжиіп қапты. Бір-екі бала аттандап аулыға қарай жүгірді. Ағыл-тегіл еңіреп Бүбітай жетті. Баласын жерден көтеріп алған, былқ-сылқ етіп ыңыранғаны болмаса тілге келмейді. Сыпатайдың өлімінен кейін шешелеріміз бізді алмаға жіберуді қойды. Бөктерге қарай аяғымызды қия басудан қалдық. Сол екі арада қыс түсті. Біздің ауылдан әу баста колхоз боп қалай ұйысқанын біз кейінгі жас ұрпақ тек үлкендер айтқан әңгімелерден ғана білеміз. Жоңғардың жықпыл-жықпылдарына шашылған тарыдай, қысы-жазы бытырап көшіп жүрген көшпелі жұрт 20-шы жылдардың аяғында әр тұсқа кеп, 20-30 түтіннен бірігіп қоныс теуіп, артельдер құрыпты. Сөйтіп отырықшылыққа айналған. Онан колхоз болған. Ал кейінде туған біздерге сол колхоздар адамзат жаралған күннен бастап құрылғандай боп көрінетін. Бай, кедей деген сөздерді үлкендер аузынан естігеніміз болмаса, мағынасына онша түсініп жатпайтынбыз. Біздер үшін колхоз бастық бар, бригадир бар, және қатардағы жай колхозшылар. Бай боп тұрған ешкім жоқ, және бір кезде, яғни біз тумастан небәрі 10-15 жыл бұрын ғана бүкіл бір ауылдың малы тегіс бір адамның меншігі болды деген ақылымызға онша сыймайтын. Қалайша дейміз, бір адам сонша малға жалғыз өзі ғана ие болады. Колхозшылары болмаса, ол малдарын қалай бағады? Әлі жететіндер барып, ондай адамның өзін ұрып-ұрып, көп малдарын бас салып тартып алмай ма екен, дейміз. Сондай-ақ ішерге асы, киерге киімі жоқ тақыр кедейлер болды дегенге де сенбейміз. Ондай адам бір-ақ күнде аштан өліп қалмай ма деп ойлайтынбыз. Әйтеуір қалай болған күнде де біздер үшін өзіміз тумастан бұрынғы өткен өмір ертегі аңыз болып қана көрінетін. Ал біздің ауылдың өткені аңыз әңгімелер өте көп еді. Кейде соның қайсысының расында да болғанын, қайсысының ойдан шығарылғанын айыру қиын болатын. Біздер үшін оның бәрі де қызғылықты, қымбат еді. Елтіп отырып тыңдайтынбыз. Біздің ауыл Алмалы деп аталады. Өйткені жердің атын жабайы алма сыңсып өскен тау бөктерін солай деп атайды. Колхоз ұйысқанға дейін бұл тауда жабайы алманы қорек етіп, аю өріп жүреді екен. Сондықтан болар, кейбір үлкендер күні бүгінге дейін жабайы алманы аю алма деп атайды. Ол кезде алма жегісі келгендер жүйрік атпен кеп, алманы ат үстінен тұрып жинайды екен. Егер адамның алманы үзіп жатқан бір аю көріп қалса, қазандай тасты көтеріп ап, ақырып қуатын көрінеді. Сонда бүкіл алмалы бойының аюлары тегіс үн қосып, біздің алмамызда адамзаттың не қақысы бар десіп долданып, жер-көкті азан-қазан етіп, тітірентіп жібереді екен. Әжеміз осы әңгімені айтып отырған кезде біздердің зәреміз ұшушы еді. Бір көрімі, біз туған кезде сол өріп жүрген аюлардың ізде қалмапты. Ол кезде қалған бір ғана белгі, әлгі алып алма ағаштың түбіндегі үңгір ғана. Оны аюлардың патшасы мекендепті. Екі адамның құшағы әзер жететін кәрі алма ағаш о баста киелі саналған көрінеді. Ары өткен бері өткен көшпелі ел әлгі киелі ағашқа қызыл байлап, яки теңге тағып өтетін болыпты. Ал аюлардың патшасы сол ғұрыпты түсініп, ондай адамға тимейді екен.
Ол алма ағаштың түбінен өткендеріңде ең болмаса шүбере келіп кетіп жүріңдер деп қоятын әжеміз. Ту әже, соғанда сенесіз бе? Киелі түгі де жоқ дейтін сондайда Нәзире әпкем. Тек әрі тіліңді кесейін бе осы деп әжем зекіп тастайтын. Әжеміз діншіл адам. Ертелі кеш аузынан алласын тастамайды. 5 уақыт намаз оқиды. Ең соңында ылғи күбірлеп сөйлеп, е жаратқан, ондағысына онда, мұндағысына мұнда бір өзің медет бола көр деп қоятын. Онан соң жапырлай қарап тұрған бізге, о жаман түгелер, кәне алақандарыңды жайып, көкемізді аман қыла көр деп жақсы тілеу тілеңдер деп бұйыратын. Біз жапа-тармағай қолымызды жайып, көкемізді аман қыла көр, көкемізді аман қыла көр деп әлденеше қайталап тілеу тілейтінбіз. Сүмірейе қалған түрлеріміз күлкілі болу керек. Үй шаруасын істеп жүрген Нәзире әпкем шыдай алмай мырс ете беретінде зытып далаға кететін. Осыған бірдеңе көрінетін шығар. Ой пәтуасыз неме, деп әжем оның соңынан күйіп пісіп қалатын. Тегінде әжем мен Нәзире әпкем екеуінің арасында ымыраға келмес алшақтық болушы еді. Әпкем әжемнің әрекеттерінің бәріне, әсіресе діншілдігіне күле қарайтын да, соны сезіп қалатын әжем оған күйіп пісіп аза болатын. Нәзире әпкем соғыс басталардың алдында аудан орталығында оқып 7-ші класты бітірген. Онан әрі оқыған жоқ. Көкем әскерге кетісімен апама қолғабыс етем, 4 ұсақ баламен әжемді асырауға жәрдем етем деп үйде қалды. Қысты жазы апаммен бірге жүріп колхоз жұмысын істейді. Осыдан 3 жыл бұрын ілмеген апарық қыз еді. Бүгінде қол-аяғы балғадай бой жеткен болды. Көрші-қолаң кемпір-шалдың бәрі па шіркін, қыз өссе Нәзирадай боп өссін, бір үйдің ер азаматын жолатпас деп тамсанады. Сондайда араға әжем кейлігеді. Осы жұрт сұқтанбаса жүре алмайды-ау деймін түге. Қызымды ауыртасыңдар, тіфәй деңдер дейді. Онан соң үйге кіріп, қазандықтың күйесін саусағына жағып, қайта шығады. Әй Нәзира, бері келші. Немене әже? Бері кел. Аңқалақтап жүгіріп келген Нәзире әпкем. Иә, не айтасыз? Дейді әжемнің неге шақырғанын біле тұра. Еңкейші бері, құлағыңа бірдеңе айтайын. Нәзире әпкем еңкейген кезде әжем саусағындағы күйені оның бір жақ шекесіне болар-болмас жағып қояды. Болды, бара ғой. Ту, әжей, осыған бола жұмысымнан бөліп, маған ешкімнің көзі де тілі де тимейді. Тайтар, көбір сөйлеме. Балалық шақтан әсіресе мықтап жадымда қалғаны көктемге қарайғы апам мен Нәзире әпкемнің жұмыстан шаршап, титықтап қайтқан кейіптері. Күн ұзын соқамен жер жыртып, қара суықта өңдері қап-қара боп тотығып, шаң топыраққа батып, әбден қалжырап қайтатын. Апамның белінің шойырылмасы бар еді. Сол жанына бататын болса керек, қабағы кіржиіп, күйзелген кескінмен өзін салқын ұстайтын. Қарсы алдынан жатаңда бөре түрегелгенімізде ешқайсымызға түс жылтып, еркелетпейтін. Ләм-мим деместен тас қып байлап алған белін шешетін де, пештің іргесіне барып, қашан белінің сырқырағаны басылғанша қозғалмай отыратын да қоятын. Сонан кейін ғана божылай қайнаған шәугімді алдын алып, маңдайы терши түсіп, тоз қосып, ақ су шай ішуге кірісетін. Төсек салып жатар алдында апам мен Нәзире әпкем екеуі қолды ерменді орталарына алып, ертең пісіретін нан үшін ұн тартуға кіріседі. Біз ұсақ балалар тауықтың балапандарынша шүпірлеп кеп әжеміздің бауырына кіреміз. Бізді ұйықтату үшін әжеміз ұзақ ертегі бастайды. Үйдің іші ала көлеңке. Жалт-жұлт етіп сығырайып жанған май шамның жарығы қуыс-қуысқа жете бермейді. Ірге жақтар күңгірт тартып зәремізді ұшырады. Әжемізге қарай тығыла түсеміз. Әже бер қарап жатшы, әже мен жаққа қарашы деп әр тұстан тартқылап қоямыз. Апам мен Нәзире әпкем екеуінің әңгімелері өздерінше. Қолды ерменді бір қалыпты баяу ғана айналдыра отырып, колхоздың жұмысы жайлы, соғыс жайлы екеу ара күңкілдеп сөз етеді. Ол екеуінің әңгімелері бізге онша қызық емес. Кейде әжеміз айтып жатқан ертегісін үзіп тастап, тұқымды сеуіп болдыңдар ма? Деп сұрайды апамнан. Жоқ, кіші Ақбелге ертең түсеміз, сонымен боламыз, дейді апам даусын көтере үн қатып. Тездетсеңдерші, топырақ құрғап кетпесін. Адам жетіспей жатыр емес пе? Жаратқан бір Алла. Кіші Ақбелге биыл не себетін едіңдер? Тары. Жөн. Ол жерге тары жақсы өседі. Баяғыда жәпіш деген жатақ сол кіші Ақбелге бір қап тары сеуіп, 20-30 қап қып жинап алатын. Мұнан әрі әжеміз ертегісін қайта жалғастырып әкететін. Кейде әжеміз апам мен Нәзире әпкемнің әңгімелеріне құлағын түріп тына қалатын. Сонан кейін не болды әже? Ары қарай айтыңызшы, деп біз әр бүйірден қыңқылдай бастаймыз. Жотыге қоя тұрыңдаршы, сөз тыңдайын.
Өздерінің әңгімелерін әжемнің де тыңдап жатқанын білген Нәзира әпкем мұнан әрі естірте сөйлейді. Бүгін келген газетте біздің әскерлер Украинаның 2 үлкен қаласын жаудан азат етті деп жазыпты. Дұшпанның қаншама әскерін, соғыс құралдарын, техникасын жойған көрінеді. Кескілескен ұрыс дейді. Алла, өзің жар бола көр. Әлгі көкеңдер қай жағында жүрген көрінеді? Көкем солтүстік батыс майданда ғой. Әйтеуір әлгі кескілескен жерден аулақ болсын да, сөйдеп жазсаңдаршы. Осы кезде көшеден аттандаған әйел даусы шығып, ауыл үйдің арасы шаң-шұң болды да кетті. Ойбай, тағы не боп қалды? Тағы қай сорлының үйіне жаманат келді? Нәзира-ау, жүгір, деді әжем басын көтеріп. Нәзира әпкем атып далаға кетті. Апам диірмен тасты төңкеріп, тартылған ұнды жинап, тегешке салып, үсті басын қаққыштай бастады. Әлгінде кешкісін ауыл советте болғанымда ешқандай жаманат хабар жоқ сияқты еді ғой, деп қояды. Әлден соң Нәзира әпкем қайтып оралды. Көзі бағжаңдап, ентігін баса алмайды. Бүбітай жынданыпты, деді. Тегәрі не дейді? Деді әжем мен апам қосарланы тіксініп. Жаңа кешкісін өрістен қайтқан сиырын сауыпты да, сүтін астауға құйып есігінің алдына шығарып қойып, онан соң өзі соған қарап мөлиіп отырған. Мұның не десе пісіріп отырмын депті. Сөйтіпті де аттандап жылап, өзінің бетін өзі тырнай бастапты. Астапыралла, деп көкірегін ұстаған әжем күбірлеп дұға оқыды. Айтып ем ғой, Көкнайдың қарғысы жібермес деп, айтып ем ғой. Сөйтіп келер жылы көктемде Бүбітай жынданды. Ертеден қара кешке дейін есігінің алдына шығып отырып алады да, зарлап, өлең айтады. Жылайды. Күйеуінің, баласының аттарын атап, аттандап дауыс салады. Өзі қара қайыстай боп қатып семіп, түрі адам шошырлық күйге түсті. Соңы. Достар, пікірге келесі шығарылымда қандай кітапты тыңдағыңыз келеді? Ұсынысыңызды жаза кетіңіз.